Интернет бүгінгі заманның негізгі тірегі. Әлемнің көп бөлігі онлайн, бірақ әлі де интернет жоқ елдер бар. Оларды көрдің бе? Қай елдер, неге, қандай қиындықтары бар? Бұл бейнеде интернетсіз өмір сүріп жатқан елдерді қарастырып, не себепті интернет таралмағанын түсіндіреміз. Бүгін шамамен 5 миллиард адам интернетке қосылған. Бұл әлем халқының 63%. Европа, Солтүстік Америка, Азияның кей бөліктерінде 90% және одан да көп интернет қолданушылары бар. Бірақ Африка, Оңтүстік Азияның кей аймақтарында, Тынық мұхиты аралдарында да жағдай мүлдем басқаша. Интернетсіз елдердің бірі Солтүстік Корея. Әлемдегі ең жабық елдердің бірі. Тек мемлекеттік бақылауындағы интернет жүйесі бар. Ол сыртқы интернеттен бөлек. Интернетке шектелу қолжетімділік тек жоғары лауазымды тұлғалар үшін. Себеп саяси бақылау, цензура, ақпаратты шектеу. Эритрея елі. Африкадағы ең дамыған елдердің бірі. Инфрақұрылым жетіспеушілігі мен үкіметтің ақпаратты бақылауы себеп. Ауғанстанның кей аймақтарында соғыс пен тұрақсыздықтың инфрақұрылым дамуына кедергі. Папуа Жаңа Гвинея кей бөліктеріне географиялық кедергілер, инфрақұрылымның жетіспеушілігі. Неліктен интернет жоқ? Техникалық қиындықтар. География. Таулы, орманды, аралды аймақтарда сымды және сымсыз желіні жүргізу қиын. Құрал жабдыққа жетіспеуі, электр энергиясының жоқтығы, саяси және әлеуметтік себептер. Кей елдерде үкімет интернетті бақылап, ақпарат еркіндігін шектейді. Кейбір мемлекеттер сыртқы ақпараттан оқшауланғысы келеді. Экономикалық себептер. Қиын әлеуметтік экономикалық жағдайлар. Құрылысқа инвестиция жетіспеуі. Бірақ қазіргі жағдайда жаңа өзгерістер, жаңа технологиялар көмегімен спутник интернеттер, Starlink, OneWeb әлемнің ең шалғай аймақтарына интернет жеткізуге мүмкіндік беруде. Мобильді интернеттің дамуымен кей аймақтарда интернетке қол жеткізіп жатыр. Мысалы, 2024 жылы Солтүстік Кореяның кей аймақтарында Starlink спутнигі арқылы интернет тарту толқыныстары болды. Бірақ толық іске асқан жоқ. Африкада Starlink бірнеше ауылға интернет алып келді. Бұл жам 2030 жылға қарай интернетсіз ел қалмауы мүмкін. Интернетсіз өмір қазіргі әлемде өте сирек құбылыс. Бірақ сол елдердің проблемасы технология ғана емес, саяси экономика және географияның қиындығы. Технология дамыған сайын бұл проблема шешіледі. Бірақ әлемнің бір бөлшегінде ақпаратқа қолжетімсіздік бар. Сіз қай елде интернетсіз өмір сүрер едіңіз? Төменде пікір қалдыра кетіңіз.